Ұзақбай Қараманұлы ағамыз өзінің дүниеге келген кезінен Арал ауданында ауылды жерде, Ұялы деген жерде дүниеге келіп, қазақтың сол кездегі қара балаларының бірі болып өсті. Бертін келе өзінің алдына мақсат қойып мектеп бітіріп отырған кезде мен Ресейге барып оқимын деген талап қойды өз алдына. Сөйтіп Мәскеуге барып, ең соңында Куйбышев қаласында құрылыс институтына оқуға түсіп, сол жерде оқуын бітіріп үлкен маман болып шықты. Сөйтіп Арал өзінің туған жері Аралға келіп, құрылыс мекемелерінде жұмыс істеп, біраз жылдардан кейін әрі қарай ілгерілеу, өсу мақсатында Алматы қаласына барып, сол жерде жұмыс жасады. Құрылыс мекемелерінде сөйтіп іскер, ширақ, ойы түзу адам екендігін біліп, партия ол кездегі совет органдары жұмысқа шақырып, Алматыда жұмыс істеп жүрген кезінде ең жоғарғы биік лауазым Қазақ Республикасының министрінің бастығы, төрағасы болып сайланды. Сөйтіп үкіметтің, Қазақстанның үкіметін басқарып, көп жылдар жұмыс істеді. Оның кезінде көп кездесіп те жүрдік. Кейіннен жасы үкімет тарап тәуелсіздік болған кезінде қайтадан басқа жұмыстарға, үлкен сайланатын қызметтерге араласты. Сөйтіп менің етене осы көп қасында жүрген уақытым біздің парламенттегі, ол кісі парламенттің мәжілісіне депутат болып сайланды, мен сенатқа сайландым. Мәжіліске депутат болып сайлануға 7-8 адам талап беріп, осы Арал, Қазалы аудандарының төңірегінен болғаннан кейін өзінен 8 адамға дейін таласты. Сөйтіп ең соңында Дәрімбет деген азаматпен қалды. Бірақ енді ел, халық Ұзақбай Қараманұлының іскерлігін, өткен өмір жолын, қызметтерін ескере отырып, сол кісіге дауыс берді. Мен сенаттан барып, сол негізінен көбірек араласқанымыз Астанада жүрген кезде сенаттық парламенттегі бірге жүрген жұмыстар еді. Ол кісі әдейілеп бір ақыл айтайын демейді, өзінің айтып отырған әңгімесінің кезінде өзінің сол өзі сөйлесіп отырған адаммен жеткізеді, осындайдың дұрыс екенін, осындайдың дұрыс емес екенін. Сөйтіп ол ағамыздан ондайда ол кісінің үлгілерін алып, бізде әрі қарай жалғасып жұмысты жүргізіп отырдық. Ұлдай апаймен екеуі бала шағасын жақсы тәрбиелеп, үлкен қызметтерде жұмыс істеді ұлдары. Қазіргі кезде енді Ұзақбай Қараманұлының шын мәнінде жасаған еңбегі елге деген, осы сыр өңіріне деген, әсіресе Арал ауданы, Қазалы ауданына істегендерін, соған байланысты әрине ағамыздың атын өшпес үшін көп жерлерге, көшелерге, басқа мекемелерге атын беруге лайық деп ойлаймын. Бұл кісінің еңбегі жасаған Қазақстанға, текке біздің сыр өңіріне емес, бүкіл Қазақстанға тәуелсіздіктің алғашқы кезіндегі совет министрліктің төрағасы болу деген оңай шаруа емес. Ол Москвамен де байланысып отырды, басқа регион, аймақтармен араласып жүрді, өте іскер азамат еді. Сондықтан қазір енді ол кісі өмірден озып бақилық болды. Менің айтарым, Ұзақбай Қараманұлы ағамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын, ұрпақтары атасының атын өшірмей, жақсы сол атасындай азаматтар болып Қазақстанға жұмыс істесін деген тілегім бар.